Бәріңе сәлем. Бүгінгі видеода көптен күткен Диснейдің D23 фестиваліндегі Марвелдің қызықты ауқымды анонстарына қысқаша шолу. Бастамас бұрын кішкене ақпарат айтып өтсем, бәрің білесіңдер, менің негізгі основной TikTok каналым енді жоқ, яғни банға кеткен болатын. Әрине өте өкінішті, бір жеріміз ашитындай, дегенмен мұңаймаймыз, берілмейміз, дальше жалғастырамыз. Қысқасы ендігі барлық видеолар осы YouTube арнаға шығатын болады. Тіркелмегендер болса тіркелеміз. Және Instagram аккаунтқа көп көңіл бөлуге тырысам. Ол жерде менде озвучкалар шығатын болады. Вот енді точно бастаймыз. Человек-муравей и аса Квантамания фильмінен бастасақ, фестивальде жабық түрде толыққанды алғашқы трейлері көрсетілген, бірақ та онда нақты не көрсетілгені белгісіз және жақын арада интернет желісіне шығуы екіталай. Бұлай ақпараттар бойынша Джимми Ву қайта оралады және фильм Династия Канга жобасымен тікелей байланысты болады. Ал Пол Рад болса фильмді бұрын көрген фильмдерге ұқсамайтын өте ауқымды деп сипаттап берді. Ал Черная пантера Ваканда навеки фильмі шығу уақытына жақындап қалғанына қарамастан әлі де монтаж процесінде. Және фестивальде интернетке салынбайтын жаңа ролик көрсетілген. Онда Рири Уильямстың ұшуы, Немор мен Атуманың жаңа сценалары және де вибраниумды ұрлауға тырысатын солдаттарды Дора Мила жоқ қылатын жаңа моменттер көрсетілген. Кевин Файге фильмді бұрын соңды жасаған ең ауқымды нәрсе деп атаған болатын. Уинстон Дюк болса Ваканда финалдың оқиғасынан кейін қатты өзгеріп, жаңа технологиялармен толығатынын айтты. Ал осы Черная пантераның сиквеліндегі басты персонаждардың бірі Рири Уильямстың жеке жобасы Железное сердце туралы айтсақ, сериалдың жаңа логотипі көрсетілді. Райан Куглер жобаның атқарушы продюсері болады. Ал D23-ке эксклюзивті түрде ұсынылған тизер Рири Уильямсты және Энтони Рамос сомдаған Паркер Робинс, яғни Капюшон атты персонажды көрсетеді. Ең қызығы, Капюшон қара магияға ие болады, ал сериалдың оқиғасы магия мен технологияның шайқасы туралы болады. Келесі Эхо мен Сорвиголова. Мұнда көп ақпарат жоқ. Эхо сериалының Netflixтің жаңа жобасына ұқсайтын трейлері көрсетілген. Трейлерде көзінде повязкасы бар Кингпин бой көрсетеді және шоу үнділердің салт дәстүріне, яғни культурасына акцент жасайды. Ал Сорвиголова Рожденный заново сериалы 2023 жылы түсіріліп бастайды және жаңа логотипі көрсетілді, басқа ешқандай ақпарат жоқ. Көптен күткен Локидің екінші маусымына келетін болсақ, сериал бүткіл мультивселенная сагасын байланыстырады және бұл маусым бірінші маусым аяқталған жерден басталады. Актерлік құрамына Ке Хью Куан қосылып, сонымен қатар алғашқы тизері де көрсетілген. Роликте өте көп Канг уақыт өлшеміне лақтырып жіберген Локиді көрсетеді және Локи ол жерде өте қорқынышты нәрселер көрген айтып, Кангтың суреті бар стенаны көреді. Ең қызығы, роликтің аяқ жағында соғыс жақындап келеді деген фраза айтылады. Және де Локи бұны біреуге ескертуге тырысады. Осылайша тизер аяқталады. Оның не көргені, фразаны кім айтқаны әрине өте қызық. The Marvels, Marvelдер жобасына келетін болсақ, фильмнің тоны әзілге жақын, ессіздеу болады деп айтылды. Және D23-те толыққанды трейлері көрсетілген. Онда Ник Фьюри астронавт костюміндегі Моника Рэмбомен сөйлеседі. Кейін Моника бір нәрсені ұстап, Камаламен орын ауысып кетеді. Содан соң Моника Камаланың отбасына олардың күштерінің қалай жұмыс жасайтынын түсіндіріп береді. Және Кэрол, Моника, Камала үшеуі әркез күштерін пайдаланғанда орын ауысып кететіні анықталады. Экшн сцена көрсетіледі Моникамен және үшеуінің Пакистандағы сценасы көрсетіледі. Сонымен трейлер бітеді. Келесі Капитан Америка мировой порядок фильмі. Фильмнің басты зұлым кейіпкері Лидер атты персонаж болады. Лидер алғаш рет Невероятный Халк фильмінде төбе көрсеткен болатын. Және әлбетте Тим Блейк Нелсон өз рөліне қайта оралады. Ал актерлік құрамына келсек, Карл Ламбли Исайя Брэдли рөліне қайта оралады. Дани Рамирес төбе көрсетеді және Хоакин Торрес Сокол ретінде қайта оралады. Фильм параноидалды триллер ретінде сипатталған. Бұл дегеніміз, басты кейіпкер өзін бір құбыжықтар немесе арнайы агенттер аңдып жүр деп ойлайды. Ал келесі өзім асыға күтіп жүрген Громоверсий фильмі. Бұнда ешқандай ақпаратта, трейлерде, тизерде дым жоқ.
Бұнда тек Ольга Куриленко, Флоренс Пью, Себастьян Стэн, Уайт Рассел, Дэвид Харбор, Джулия Луи Дрейфус және Ханна Джон Кейман өз рөлдеріне қайта оралады деп айтылған болатын. Және тағы бір көптен күтіп жүрген, жалғыз мен емес, көбісі күтіп жүр деп ойлаймын. Ол әрине оқиғасының бір бөлігі Ресейде өтетін секретное вторжение жобасы. Оның D23 фестивалінде алғашқы трейлері көрсетілді. Бұл роликтің қызықты жерлері өте көп. Мысалы, мына бір кадрге қарасақ, матрицаға отсылка, яғни өте қатты ұқсайды. Және Фьюри мен Талос біреулерден қашып, яғни Розыс дейді ғой, іздеуде жүргендей көрінеді. Ал Роудиге келетін болсақ, ол көтеріліп, бір бастық болып кеткен сияқты көрінеді. Ал Роудидің жеке жобасы, яғни Броневые войны атты сериал, секретное вторжение жобасынан кейін бірден оқиғасы орын алады. Ал түсірілім жұмыстары келесі жылы басталады деп жоспарлануда. Ең қызығы роликте Damage Control ұйымы және Эверетт Росстың төбе көрсетуі. Сонымен қатар керемет Эмилия Кларктың дебютын көрдік. Менің ойымша бұл сериалда бір емес, екі Ник Фьюри бар, яғни Талостан бөлек тағы бір зұлым Скрул Ник Фьюридің атын жамылып жүретін сияқты. Осымен бірнеше күнге созылған D23 фестиваліндегі Марвелдің ақпараттары аяқталды. Егер де видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркелмегендер болса тіркеліп кетейік.